Достар, сәлем. Кеше сіздерге видео түсіргенмін. Осы ит мұрынның суысының қалай жасау керек екен. Көріп алыңыздар. Және де қазір мен уже келесі күн болды. Бүгін кеше жасағам 7 сағат, 8 сағаттай бұл термоста тұрды. Енді осы шиповникті, яғни ит мұрынды мен қасында тұрған банкаларға құямын. Ал достарым, мен міне ит мұрынды банкілерге құйып қойдым. Термосқа үлкен рахмет, барлықтарыңызға кеңес беремін. Үйге алып қойыңыздар. Мен сразу үлкенін алдым, әйтпесе бұның 1 литрлігі, 2 литрлігі, 3 литрлігі бар. Мен 3,5 литрлігін алдым. Содан менде міне тура 3,5 литр банкіге сиятын сусын шықты. Қараңыздар, түсі қандай әдемі. Бұл өте пайдалы, достар. Бұның 350 миллилитрлік, мысалы, мынандай кружкаға мысалы құясыздар, я? Құясыздар да, 1 күндік витамин С-ның дозасын аласыздар. 1 күндік нормасын аласыздар. Достар, менде тағы да мынандай кружка бар. Міне, мынандай кішкентайлау. Осының мынандай кішкене жартысындай қылып балаларыма берем. Ал ең кішкентай қызыма осының жартысындай қылып берем, 2 жасар. Содан олар 1 күндік витамин С-ның нормасын алады. Достар, витамин С ол сондай пайдалы екен. Және де витамин С-дан басқа бұның ішінде витамин А бар. Яғни каротиноид, витамин А-ның алдынан болатын нәрсе. Ол каротиноид, предшественники витамина А, это каротиноиды. Флавоноидтар бар, полифенолдар бар, және антиоксиданттар бар. Антиоксидант дегеніміз ол біздің ағзамыздағы свободный радикалы. Қалай болады жаңағындай? Бір сөзбен айтқанда, біздің ағзамызды кәріліктен кішкене сақтайтын, кәрілікті баяулататын сондай процесстерді. Соған қарсы ол антиоксидант деп айтылады. Сонда антиоксиданттар бұның ішінде өте көп, достар. Және де бұл химиялық зат емес, дәрі емес, бұл баяғыдан келе жатқан, бірақ көбісі бұны істемейтін осындай бір настой. Бұның видеосы айтып кеткенде алдыңғы видеода бар, осы менің каналымда. Сондықтан қарап қойыңыздар. Мен ол жақта барлығын сіздерге күштілеп тұрып түсіндіріп бердім, менің ойымша. Сонымен енді мен қазір бұны суытамын, бұл кішкене ыстықтау. Қараңыздар, мына 3,5 литр мынандай сусында. Бұның ішіне білесіздер ме? 5-тен 10 апельсинге дейін болатын витамин С бар. Немесе 5-тен 12-ге дейін кивидің мөлшері бар деп есептесеңіздер болады. Мысалы, таза киви мен бүтін апельсиннің сондай мөлшері бар осы 3,5 литрде. Және де бұл шиповник оларға қарағанда арзан. Және де бұны 1 кесемен ішесің, болды. И 1 күндік витамин С-ның нормасын, жаңағы басқа да заттардың нормасын аласың. Сол, достарым, мен енді бұны балаларыма беріп бастаймын қазір кішкене суыған соң, өйткені сол витамин С-ның арқасында біздің жаңағындай коллагеніміз дұрыс түзіледі, және де сонымен қатар темір мөлшері де витамин С-ға өте қатты тәуелді болады. Егер де сіздерде гемоглобиндарыңыз өте низкий, жаңағы атқалай, гемоглобиндеріңіз өте сондай аз мөлшерде болатын болса, онда осыны және темір етті көп жесеңіздер, осымен қосып гемоглобиндеріңіз тез көтеріледі. Сол, достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Біздің каналымызға жазылып қойыңыздар, бұл керемет совет. Пока-пока болды, барлықтарыңызға пока. Балаларым жылап кетті.